Тоқта, не істеп жатырсың? Мен жаңа жылға дейін мына іштегі майдан құтылғым келеді. Қымбаттыларым, егер іш майынан арылғың келсе, есте сақта. Ешқашан жүгірме және секірме, себебі бұлшық етке, белге және буындарға оңай зақым келтіруі мүмкін. Мен сендермен жұмсақ, бірақ өте тиімді жаттығулармен бөлісемін. Жарақатсыз әрі тез формаға келу үшін. Кімде іші бар, лайк басып сақтап қойыңдар. Алдымен тізені жоғары көтеріп, қолды біріктіре отырып, 60 рет орындаймыз. Бұл ағзаны майдан тез кетіруге көмектеседі. Кейін қолды тізеге қарай бұрып, бұралу жаттығуын жасаймыз. Бұл бүйірдегі майды ертіп, дене бедерін қалыптастырады. Үшінші жаттығу белді жіңішкертіп, саңды тартады. Осы мини жаттығуды күніне бірнеше рет жасап, нәтижесін өзің таң қаласың. Тоқта, не істеп жатырсың? Мен жаңа жылға дейін мына іштегі майдан құтылғым келеді. Қымбаттыларым, егер іш майынан арылғың келсе, есте сақта. Ешқашан жүгірме және секірме, себебі бұлшық етке, белге және буындарға оңай зақым келтіруі мүмкін. Мен сендермен жұмсақ, бірақ өте тиімді жаттығулармен бөлісемін. Жарақатсыз әрі тез формаға келу үшін. Кімде іші бар, лайк басып сақтап қойыңдар. Алдымен тізені жоғары көтеріп, қолды біріктіре отырып, 60 рет орындаймыз. Бұл ағзаны майдан тез кетіруге көмектеседі. Кейін қолды тізеге қарай бұрып, бұралу жаттығуын жасаймыз. Бұл бүйірдегі майды ертіп, дене бедерін қалыптастырады. Үшінші жаттығу белді жіңішкертіп, саңды тартады. Осы мини жаттығуды күніне бірнеше рет жасап, нәтижесін өзің таң қаласың.